Тағы да алдыға берілген пас. Өте жақсы мүмкіндіктер болып жатыр, иә. Пафос командасының Айбалаңда міне әдемі сәттердің бірі айналып соққы жасау керек. Соққы жасайым дегенше қарсыластың қорғаушысы алдыны жауып қойды. Ал мына жақта Қалиқұлов допқа талас жүргізген болатын. Бас бапкері. Міне осындай құраммен командалар шыққан екен. Әрине Қайрат командасы, әрине Мадрид жастар академиясы, Мадридтің Реалының жастарын онсыз да біз түсінеміз. Олардан өз алаңда ресеппен ұтылуға да түсініктеме бере аламыз. Ал мына команданы, Пафос командасы, әрине Қайрат секілді чемпиондар. Петрик сақтап қалды допты. Және ары қарай пас, бірақ командаластары үн қатпады, дегенмен доп алаңда қалды. Қайрат ойыншысының арқасында алына жерде тағы да тәртіп бұзылды. Жиырма үшінші минут қазір. Бұл жерде тәртіп бұзып қойдық. Доп Қайрат ойыншыларына қайтадан қайтты. 5 минут уақыт қалды кездесудің. Цивикос 88-ші минутта сары қағаз алды. Мүлде басқаша ойын керек алматылықтарға. Өткір ойын керек. Бірінші ретте міне қазір алдыға берілген пас дегенмен алматылықтарды қала беруде. Сәтке дейін қарсыластан шабуыл көрген жоқ, сондықтан тым еркінсіп барлығының ойлары шабуылда болған секілді өсіп жүріп қарымта шабуылды жіберіп алды және Пафос командасы тез арада алдыға шықты. Тағы да Мавруди сол қапталмен тағы бір қауіпті төндіруде. Петру қазір Петриктің соққысын қайтаруға да ондай мәжбүрлік болмады. Доп қақпадан қиыс кетті. Тағы да тәртіп бұзылды. Цивикос 19-ші нөмірде оң қапталда. 20-ші нөмірде Панайотис Сидерениос орталықта. 22-ші нөмірде Юанис. Бұл жерде мүмкіндік болмайды. Сол қапталда қазір біз Цивикосты көріп отырмыз. Вингер команданың. Қазір шабуылшы Маврудис. Цивикосқа қақпаның алдына шығарылған пас және бұл жерде өкінішті.